Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге бүгін сүзбеден кокос ұнтағы қосылған сырники дайындайтын боламыз. Бізге қажетті ингредиенттер: сүзбе, жұмыртқа, тұз, ұнтақ жармасы, қант, кокос ұнтағы. Алдымен сүзбемізге тұзды қосамыз, жұмыртқа, ұнтақ жармасын, қант, кокос ұнтағын қосып, жақсылап шанышқымен араластырып еземіз. Ас қасықпен сүзбелі массамызды алып, домалақ форма қылып, ұнға ұнатып дайындап аламыз. Қызып тұрған табаға кокос майын ертіп аламыз. Сырниктерді салып, баяу отта бетін қақпақпен жауып, 10-15 минут дайын болғанша пісіреміз. Асты дайын болған соң, екінші жағында солай пісіріп аламыз. Кокос ұнтағы қосылған сырниктеріміз дайын болды. Кокостың иісі керемет болып шығып тұр. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Алдада қызық видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып, каналға тіркеліп қойыңыздар.